Бізде бүгін терморегулятор EMH1210 деген, яғни мына жерде моделі EMH1210W, питаниясы 90 вольттан 250 вольтқа дейін, яғни 220 вольтқа арналған. Галочка қай жерде тұрады, сол питаниясы болады, яғни мына жерде 12 вольты бар, 24 вольт, біздің жағдайда 220 вольтқа арналған. Температурный датчик өзі 50 градустан минус плюс 110 градусқа дейін жұмыс жасайды. Және де релесі 10 амперден артық көтере алмайды. Бұл жерден қалай қосамыз? Мысалы 1 мен 2 бізде нагрузка реле болса, яғни бұл жерге біз мына лампамызды қосамыз, патронымызды 220 вольтқа. Одан кейін 3 пен 4-ке бұл жерде питание 220 вольт береміз. 5 пен 6-ға мынандай датчигі бар, 1 метр ұзындығы. Осыны датчигін қосамыз. Алтын ашасыздар осылай. Содан кейін мына жерде клеммалары бар өзінің. Жазулы, міне NTS деген бұл жерде датчик. 3 пен 4 220 вольт питание береміз. Мына жерде реленің схемасы. Размыкание, замыкание, яғни басат. Мына жерде реле тұр, көк фазаны қосады, өшіреді немесе. Қарасаңыздар, именно реленің астында, яғни бұл жерде нагрузка қосамыз. Қазір мен қосып өтейін, питаниясын берейін, одан кейін лампаны қосамыз, және де қалай программалау, және де қалай настройка жасау, сол жайлы айтамыз. Датчикті қостық. Мына жерде 2 провод 3 пен 4-ке 220 вольт береміз, яғни мына жерде бізде 220 вольт. Бір проводын 0-ға, бір проводын фазаға қосамыз. Екеуін полюстарын сақтамасаңыздар болады. 220 вольт. Енді мына жерде нагрузканы қазір қосамыз. Пока қосып, терморегулятордың настройкасын бір өтейік. Содан кейін терморегулятор питание бердік. Температурамыз қосылды. Қазір текущий көрсетіп тұр. Температура 25,9. Мына жерде 4 кнопка, яғни мына өшуге знак көрсетіп қалған кнопканы 5-6 секунд басып тұрсаңыз, терморегуляторымыз автоматически өшу керек. Қарасаңыздар, өшіп қалады мүлдем. Тоже солай қайтадан басып қосамыз. Енді температураны қалай өзгертеміз? S-ті кратковременно басамыз да, температура көрінеді, одан кейін көбейтеміз, немесе азайтамыз. Мысалы, минус 50-ге дейін жұмыс жасау керек. Минус 50-ге дейін барады екен, максимально плюс 110-ға дейін көрсету керек. Өздеріңізге керек 30-35, қандай градус керек, өздеріңіз қоясыздар да. Арғарай терең настройкаларға кіреміз. Максимально бізде 110 градусқа дейін барды. Біз әзірге 32 градус немесе 30 градусты қойып, өзімізге керек. Өз автоматически сохранить етіледі, немесе өшіру кнопкасын бассаңыз автоматически шығады. Енді терең настройкаға кіру үшін біздер қазір фокус. Терең настройкаға кіру үшін S-та 5-6 секунд басып тұрамыз. HC деген шығады. HC дегенге S-ті кратковременно басып кіріп, мынау H дегеніміз нагревке тұрады, немесе C дегеніміз охлаждение, суытады. Бізге нагрев, егер қыздыру керек болса, H-ті қоямыз. Келесі функциямыз S-ті басып шығамыз да, жоғары немесе төменгі кнопкамен келесі функцияға ауысамыз. HC-ны біздер H-ға қойдық. Келесі D деген бұл гистерезис, яғни қанша температура арасында жұмыс жасайды. Мысалы 30-ға қойсаңыз, 30-да өшіп, 29-да қосылады, яғни 1 градус, я болмаса 2 градус арасы. Коридора деп айтамыз, яғни 5 градус. Бұл максимально 30 градусқа дейін барады. Сол екі ортада жұмыс жасайды. Мысалы 5-ке қойсақ, 30-да өшіп, 25-де қосылады. Тура сол сияқты 1 градусқа қойық. D дегеніміз. Келесі LS дегеніміз, бұл минимально 0,50 градус, яғни ең төменгі диапазонды қойсаңыз болады, яғни осыдан төмен болып кетсе, терморегуляторыңыз мүлдем істемей қалады. Я болмаса максимально значение бересіз, диапазон 110 градус деп тұр, енді 50 градустан артық асып кетсе, бұл жерде терморегуляторымыз автоматически өзі өшіп қалады. Сол сияқты келесі функциямыз
HS'ті айттық. CA деген бұл жерде калибровка датчика. Егерде датчигіңіз погрешность болса, мына температурный датчикті жетпей тұрса минусқа өтсеңіз болады, көбейіп кетсе плюске қарай жүрсеңіз болады. Келесі функциямыз P7 деген функция. P7 деген функция бұл яғни режим ожидания включения дейді, яғни задержка минутпен көрсетілген. Бұл жерде максимально 10 минутқа дейін задержка жасап барып қосуға болады. Егер компрессорыңыз қайта-қайта қосыла бермес үшін 1 минут задержка жасап барып қосатын қойсаңыз болады. Немесе 2 минут. Я болмаса мүлдем 0-ды қойып алып тастасаңыз болады. Келесі CF деген бұл Цельсия, я болмаса Фаренгейт ауыстырады. Яғни бізде Цельсияға қажет тұра берсін. Цельсия керек, Фаренгейт емес. Болды, бар болған осы өз автоматически сохранить етіледі, немесе шығу кнопкасын бассаңыз, өшіру кнопкасын өз автоматически шығады. Біз енді заданный температурамыз 25 градус болды. Нагревте тұр. Егерде температурамызды қазір көбейтейік, 30-ға қойып, біздің терморегуляторымыз қосылу керек. Біз бағана 5 градус қойдық па, қазір көріп өтейік. Нагревке қойдық. Яғни 30 градуске температураны қойдық. 30 градустан асқан кезде біздің температурамыз өшеді. Яғни мына жерде қызыл датчигіміз. Кейін өшті. 29-ға түскен кезде бұл қайтадан қосылады. Енді лампаны қалай қосам, сол жайлы айтып өтейін. Мен сіздерге лампаның патроны, мысалы, обогреватель деп есептейік. Міне 2 провод бар, вилкасы. Соның бір проводын аламыз да, бір проводын бірге немесе екінші контактіге қосамыз. Біз бір проводын алайық та, патронның екінші контактіге қосайық. Реленің екінші контактісіне. Одан кейін патронымыздың бір проводы бос қалады. Оны 220-ның 0-на немесе фазасына қойғаныңыз дұрыс. Негізі правила бойынша 0-ға қосасыз. Патронның бір проводын 220-ның біреуіне апарамыз. Қостық. Енді мына жерде бірінші контакт бос қалды. Бірінші контактіге 220-ның бір провод әкеп қосамыз. Фаза желательно. Және қосылып өткенде бізде енді қазір лампамыз қосып өшіретін болады. 220-ның бір проводын қосамыз. Кеңіздер қосылды. Тағы да бір қайталап өтейін. 220 провод. Мысалы, мына 220 деп есептейміз. Міне фаза 0 немесе. Патронның 2 проводы бар. Бір патронның бір проводын екінші контактіге қосамыз, екіншісін 220-ның бір проводына қосамыз. Одан кейін 220-ның екінші проводы бос қалады, оны прямой бірінші контактіге әкелеміз. Сонда бұл включательдің ролін атқарады. Температурамыз міне бізде 28. Біздер бағаны қанша диапазон қойдық. Гистерезис, соны көріп өтейік. Дымыз, мысалы 5 градус. 5 градус емес, біз 1 градусқа қойық. Яғни температурамыз қазір бізде 30 градус. 30 градустан асқан кезде біздің лампамыз өшеді. Лампамыз қазір қосылып тұр. Температурамыз 29,6. Лампамыз өшті. Тура сол сияқты 1 градусқа қойдық, және 29-дан түскен кезде бұл біздің лампамыз қосылу керек. Температурасын төмендетейік. Жиырма 9 градустан түскен кезде біздің лампамыз қосылу керек, яғни D-ны біз 1 градус деп қойдық.
бізде задержка қосылып қалыпты. Яғни бағанағы P7 деген, по-моему. P7 деген бірге қалып қапты. Негізі ол 0-да тұру керек. Температураны 30-дан жоғары көтереміз. Өшті. 29-дан төмен түскен кезде қайтадан қосылу керек. Және де дополнительный релелер қойып жатсаңыздар болады, ол да біздің каналда бар. Мынандай, егерде мощный обогреватель бірдеме болса, 3-4 киловаттық мынандай реле болады. Сол релеге бірінші команда келеді, осы реледен ары қарай нагрузкаңыз қосылады. Бұл жайлы каналдан көре жатарсыздар. Басқа роликтерде бар. Міне көріңіздер, 29-ға келгенде қайтадан қосылды. Көргендеріңізге рахмет.